мына төсекті ауыстыру керек мынау не. Кәусар, әкелдің бе? Тез бос. Жылытып қойдың ба? Geçip жылы. Таза. Все, баш, көзімен көрдес. Так. Так, мына жерге бір анандай расцветка көп түсті қойсаң, ә? Бала тұрды ма? Я тұрды ма? Настроениесі қалай бүгін? Ну, кішкене нормально. Кәмішкесін жылып чалдың ба? Жылыттым. Күлше бала. Тамағыңызды айтып, өзіңіз айттыңыз ғой, духовкадағы тауық тура істеді, нормально ма? Аз ғана. Тағы да салайын ба қасына? Соуспен саласың. Соус жасаған жоқсың ғой. Мынау кім? Мен ағылай ол күшті бүгін әдемі болып кеткен. Айтыңызшы, күлше бала. Ұқсамайды ғой? Күшті болып тұр. Мінезі кішкене жөнделді ғой, нормально мінезі. Давай. Жуынып келіңіз. Қарадық, еще қолынан суды нормально деп. Шынсың ба? Амина қатты көп алма, өзіңе қазір мінезіңді көш кетпесе, мінезіңді жөндедің ба? Ну, енді нормально жөндедің. В общем, жындамай нормально жүр, ұқтың ба? Шықты болды. Маған қалай көтересіз, да? Ертең өтерім. Кім пісірді наны? Мен пісірдім, мен өзім жасадым бәрін. Жоқ, мен жасадым. Иә, Амина жасады, кәмін көріңізші. Иә. О, ұнамайды маған. Құртасың настроение. Амина жасаған жоқ, күлше бала, оны мен жасадым. Оны мама жасады. Мен жасамадым, оны мама жасады. Жаңа ғана Амина жасады деді ғой. Енді мен оны күріште ойладым, күріште мен жасадым. Ой, енді үйренеді ғой күлше бала. Кішкене үйренеді. Не өтірік айтасыңдар? Қазір қуып жіберем екеулерінде. Настроение. Сен не тұрсың? Бәрі нормально келе жатыр еді. Бәрі құртсады ғой осы тауық. Амина, сен құрттың ғой. Мен құрттым, сіз қалай жасағансыз вообще? Енді оның бәрі оның алдында күлше бала жасап жүрді ғой. Мен қолым даже тамақтан шығып кеткен. Сен де қыстылсып мен жасадым деп не жағымпазданып жатыр. Енді мен ойладым ғой сіз дәмді пісіресіз деп. Оның барлығы жақсы келе жатыр еді ғой. Жарайды, енді кішкене шашыңды жинадым, мінезіңді қайтадан көрсеттің ғой жаңа. Кішкене бар да не қыл. Не істеймін мен оған? Ол маған ертең білмеймін ғой, мама уже бәрін құртып тастадыңыздар ғой. Бәрін сіз құртқан, мам. Үйден қуып жібермесе болды енді, мәссаған. Аяғын уқалап берейік, хотя бы арқасына массажын жасап. Мен уқаламаймын. Мен де уқаламаймын. Бар кофе дайындаш. Қазір дайындайын, күлше бала. Тестеп тұрмын осылай. Ойбай. Потом сен екіншіден тамақты дұрыс үйреніп алып. Давай біз кеттік, короче. Мінезің дұрыста. Ой, бір бағына прям күшті келе жатыр еді. Құдай өтініш, күлше бала мені бір адам қылып істеші. Пожалуйста. Екеуміз бір адам болсақ, ол маған бүкіл алып беретін шығар. Кішкене шығайтайыншы. Масқара! Кәусар! Кәусар! Тез берге кеттім, кім айқалаватыр? Қараны. Не болып кетті? Екінші бала, Амина. Біз өзіміз білмейміз. Амина, анау не істедің? Мен қайдан білемін, тұрайықшы. Не деп дұға тіледің сен? Мен істеген деп тілемедім. Сен ғой барлығын құртқан. Не негатив? Мен істедім. Кет! Амина, наларың не? Сен ба өстіп дұға тілеген?
Жоқ, мен дым телемедім. Мен айттым, басымыз бір болсын дедім, болды. Мен Тата көз теппей өстіп түсіріп. қысып тұрсам. Мен Кәусар, не істейміз мыналарды? Уля, мыналардың жалпақ қой, ужас. Ужас, Кәусар. Мыналардың ужас қой. Тата көз теппей ғашық болғаннан да осылай бола ма не? Мені қатты тіледі ау, мам. Қатты тілегенің не мынау жалынып тілеген ғой? мен қарайыншы. Басым жасып отыр. Жумайсың ба сәппілмен? Ей, кім? Әкелмеді ғой. Басымда тезерге шашиды ғой менде. Күше бала. Жоламас. Мен басым ауып кетті. Жоламас. Күлше бала енді ол да әдейі істеген жоқ Басым қой. ауып кетті. Шашып отыр. Мен ақшам білесің ба? Мен Ақшаңды бермеймін. Ақша деген... Ақша бермеймін. Туй, тыңда. Білесің ба? Енді сенің ақшаң екеуміздікі өткені бізде бірдей. Иә, өткенде екеуің бір адамсыңдар. Үйтпенде Енді біз Аминаның мамасымын, Кәусар апайы ақшаны бөліп. Заказ беремін айтады. Мен үй алам мынаумен жүргенге. Нан ішкем. Маған келіп отыр нан ішкем. Бір-біріңдікі сезіле ма? Сен темекі шекпейсің бе? Жоқ, Құдай сақтасын. Қойсын болды. Сөйлеме. Қысылып қатты. Болды, қой. Кеш. Кәусар, енді сен өзің ойлашы, мен Аминаның мамасымын, дұрыс па? Сен апайысың. Екеуі бір адам болып кетті. Онда ақшаны бөлу керек қой. Соны айтамын ғой. Бәрін бірге төлейді. Анау Күлше бала Аминаға төлейді. Саған Күлше бала бірақ келіспей отыр бар ғой. Мам, қалай келіспейді, олар бір адам ғой, по-любому. Саған Аминаның да дұғасы күшті екен, екеуі бір адам. Бірақ енді қалай жүреді ол? Қалай бөлінеді, өстіп жүре бере ма? Жүре берсін, зато ақша, мам. Жүргендік тез. Давай ана дұғаңды. Дұғаңды қайта алсам, мен саған ақша беремін. Ақшаңды берем деп тұр ғой мына. Сен өстіп жүрмекшісің ба енді, туалетке қалай барасыңдар? Қайтарып алшы деп тұрмын. Туалетке қалай барасың? Бар енді бірге. Тұрсын. Мә, Кәусар, не істейміз, нағыз қандай дұға оқып жүр? Айтшы. Мам, білмеймін ғой. Түсінсің ба, мынау қалай жүреді? Ақшаны берем деп тұр ғой ол. Қалай барады десеңші. Соны айтам, қалай тістерін ысат бір-біріне көмектесем екен? Не істейміз, может, бұның бәрі қояды таңертең. Қандай дұға оқып жатыр, айтшы. Мен естімедім, мам, шын айтамын. Мыналарды орнына қайтару керек, мынау деген ужас, папаң көрсе өлтіреді. Еще Күлше баламен, сен өзің ойлаш. Қалай шығады бұлар? Ақшаны и так та берем деп тұр. Ана өтінем ақшаңды қайтарамын, туып алып алшы. Жоқ, осылай бір адам боламыз. Сен ақшаң көп бол, менің де ақшам болады. Онда мен саған құтпаймын, сен өзің мамаңмен дейсің. Ол полиом екеуміздің ақшамыз. Полиом екеуміз Полиом бермеймін мен кредит ала аламын сенің Ала ақшаңа. алмайсың. Так что Мә аласың. қайтармаймын. По-любому мен милицияға немесе өз ағранамға айтамын. Құмаш біз екеуміз. По-любому бермеймін. Шоқат бересің, болды, қош. Ұрмас мені, сасық қолыммен өзі. Жарайды, болды, қош. Сасық қолымыз. Той, жатайыншы, мен шаршап. Мен ұйықтап қалдым ғой. Ұйықтай берші осылай. Ау, орынмайын.